Соғысқа дейін бір қыз бетіме тіке қараса, зәрем кететін мен аудиториядағы 30 қыздың 60 көзі өзіме қадалғанын сездім. Мен олардың бәрін бірден жақсы көріп кеттім. Олардың бәрі бірдей алақанға салып аялауға лайықты жандар еді. Сол қаптаған көздердің ішінен маған жылы шуақты осы көз өзгеше бір пәк, таза тұнықтықпен жәудірей қарап, сілейіп тұрған мені дір еткізген кезде тамағымның ішінен бір жұмсақ нәрсе қытықтай жөнелгендей күйге бөлендім. Әсіресе оның бетіндегі мойылдай мөлдіреген қара мең менің көзімді де, өзімді де магниттай тартып әкетіп бара жатты. Мен ұялып, қарамауға тырысып көзімді тайдырып әкеттім. Соғыста мен қыздың көзіне тіке қарау дегеннің не екенін мүлдем ұмытып қалғанмын. Маған өңменімнен өтердей болып қадалып қалған қаптаған көзді көрген кезде, мен өзімді майдан шебінде, түнде прожекторлардың қараңғы аспанды тілгілеп, жерден жарқ етіп көтеріліп, тұс-тұстан шаншылып, қадалып қалатын найзағай сәулелеріндей жарыққа ұсталып қалған жау ұшағындай сезіндім.